Енді сірке қышқылының негіздерімен қалай әрекеттесетінін бақылау үшін натрий гидроксидінің ерітіндісін дайындайық. Біз сіркілік ерітіндіге таңғұрай түсті болып келетін фенолфталин индикаторының аз мөлшерін қосамыз. Сірке қышқылы ерітіндісінің қосылуы таңғұрай түсті жоғалуына алып келеді. Бұл натрий гидроксидінің бейтараптанғандығын білдіреді. Сірке қышқылы өзін қарапайым қышқылдар секілді көрсетеді. Ол негіздермен бейтарап. Бие жазаны көрдіңіздер. Сірке қышқылы қандай ортаны көрсетеді екен? Бейтарап. Қышқылы. Сендер көргенше әмбебап қағазын сірке қышқылына батырып көрсетіп қойды. Паш шкаласы бойынша нешеге келіп тұр? 2,5. 2 немесе 3-ге келіп тұр, иә? Паш нешеге тең? 2,5 немесе 3. Индикатор қағазымен тексеріп көрді. Индикатор қағазы сын солғын қызыл түске өзгертеді. Бұл pH мәнінің шамамен 2,5-ға сәйкес екенін білдіреді. Анықталған pH мәні әлсіз қышқылдардың сулы ерітіндісіне тән. Сірке қышқылы сулы ерітіндісінде иондарға толық диссоциацияланбайды. Енді сірке қышқылының негіздерімен қалай әрекеттесетінін бақылау үшін натрий гидроксидінің ерітіндісін дайындайық. Біз сіркілік ерітіндіге таңғұрай түсті болып келетін фенолфталин индикаторының аз мөлшерін қосамыз. Сірке қышқылы ерітіндісінің қосылуы таңғұрай түсті жоғалуына алып келеді. Бұл натрий гидроксидінің бейтараптанғандығын білдіреді. Сірке қышқылы өзін қарапайым қышқылдар секілді көрсетеді. Ол негіздерімен бейтарап. Оттекті қысқы алсаңыз, оттекті қысқы. Кажется, сажу, что порция, ма? На жерде, на. Қойып тұрса, 8. Мусфалдегиддің 40% ерітіндісі формалдегид деп аталады. Жоқ, мен формалин деп аталады. Медицинада блоктарда қолданамыз, иә? Келесі. 9-шы сұрақ. Ардаптан басқа. Ардаптан бір негізі карбон қышқылының жалпы формуласы метан қышқыл. H2O. Жалпы формуласы. RSOH жалпы формуласы. CnH2 плюс 1 O2 ма? О. Жоқ қышқыл ғой. Қышқыл. Мен айта аламын, бірақ С17, H35, SO2. Есептесек қанша? Оны CnH2 плюс 2 O2. O2. CnH2 плюс 2 O2 жазып бәрі. 10. Альдегид сатурациясына түседі, нәтижесінде. Натрий плюс H2O. Яғни, егерде натрий орнына, яғни банағы сірке қышқан қалдығының орнына натрий келеді да, сутектің орнына.
оның орнына мына жердегі аш және сутек манағы уаштың қасына оттекпен қосылып суы түзіледі. Содан кейін бір гидроксидті натрий уаш гидроксидтің қосу арқылы С2SO натрий және H2O натрий ацетаты. Осы реакция қалай аталады? Натрий ацетаты. Қышқылмен сілтініп. Қышқылмен сілтініп. Қышқылмен сілтіма. Этерификация. Соңғысы этерификация. Соңғысы этерификация ана. Жарайды. Ақбибіні тыңдайық, Ақбибі сен бірақ түнді уақытың бар. Минерал қышқылдары мен органиканы алдық. Екеуіне де диссоциацияланады, бірақ органикалық қышқылдар толық диссоциацияланбайды. Оны жаңа айтып кетті, Ардақ Диас айтты. Енді сен бізге осы екеуіне бір қорытынды шығарып берші, биорганикалық қышқыл мен биорганикалық қышқылға не қорытынды шығарасың қасиетінен? Екеуінің қасиеті бір-біріне ұқсас. Екеуі де бейтарапты реакциясы түседі, қышқылдық қасиет көрсетеді. Екеуі де немен әрекеттеседі? Металдармен әрекеттеседі. Металл? Металл. Немен әрекеттеседі? Металдармен әрекеттеседі. Металл? Металл оксидтермен, металл оксидтермен, негіздермен әрекеттеседі. Сонымен бүгінгі сағаттың қорытындысында биорганикалық қышқылдар мен органикалық қышқылдар бізде қасиеттері ұқсас, диссоциацияланады, металдармен әрекеттеседі, металл оксидтермен, гидроксидтермен және силиктермен әрекеттеседі. Тамаша. Келесі тапсырма сіздерде дескриптор арқылы бағалап тастаңыздар өздеріңізді. Келесі тапсырма ойлан табы әдісі бойынша сіздерде генетикалық байланыс. Осы жерден жұптасасыздар да қалаған бір байланысқа екі реакцияны жылдам жазып шығарыңыздар.